бишісімін. Мен. Бүгінгі біздің мақсатымыз айналаны көгалдандыру жоспарын жоспарлап отырмыз. Бүгін біздер мына қалдық материалдарды пайдалану арқасында қиярды отырғызамыз. Ол үшін бізге ең бірінші топырақ керек. Мына қыстарға келе алайық. Жұмыстан мына ыдысымызды қояйық. Келе топырақтың түсі қандай Ғалия? Қара топырақ дұрыс. Қара топырақ отырғызамыз екен. Мында бүйтіп салайық. Но не попали дальше. Ya, Arapça? Kıyak, katırak dal. Kıyar. Terus енді kıyardın. Dәнін біз салу үшін сұқ саусақ ұстаймыз. Қарап, бүйтіп, ортасын дөңгелетеміз етеміз. Сосын дәнін саламыз. Mынау қиярдың семечкісі, дәні. Күзде жинап аламыз. Содан кейін соны көктемде осылай егеміз. Бұған не керек бұл? Өсу үшін. Не құямыз бұған өсу үшін? Су құямыз, ал құяғы су. Азаздан құямыз, көп құймаймыз. Алдында еккен қиярымыз Ғалия. Қиярымыз қалай шыққан міне? Неше жапырақ болып шыққан? 2 жапырақ болып шыққан екен. Кәне біз бұған тағы да су құйып қояйық. Бұл кішкене өскесін, біз оны сыртқа шығарып отырғызатын боламыз. Құяйық. Аздап құямыз. Міне мұнда құямыз аздап. Дұрыс. Қайттан біз не істейміз? Орнына апарып қоямыз. Енді біз бұны 4 жапырақ болғанда біз оны сыртқа шығарып отырғызамыз. Күн әлі салқында, сондықтан біз оны отырғыза алмаймыз. Ертең біздер құлпына егетін боламыз сыртқа. Және шие ағашын отырғызамыз. Жарай ма? Бүгін міне. Мына Ғалия, өткенде айттық, біз құлпына егеміз деп. Мынау құлпынай. Мынау не? Не деп ол? Мынау не? Тамыры, құлпынайдың тамыры. Оны егу үшін міне біздер бірінші бізге қара топырақ керек. Қара топырақ саламыз. Сосын бұған не құюымыз керек? Мынау не? Су құямыз. Содан кейін құлпынайды бүйтіп отырғызып, жан-жағын өсеміз. Міне ағашты, мына шие ағашын егеміз дедік. Мынау шие ағашының мынау тамыры, ағаштың да тамыры болады. Өсу үшін тамыр керек екен, су ішеді. Қоректенеді ғой. Бірінші оғанда су құямыз.